Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осылай ерекше әдіспен мантываркада лепешка пісіретін боламыз. Нанымыз сондай жұп-жұмсақ, ерекше, сырты қытырлақ, іші жұмсақ, алтындай болып, әдемі болып пісіп шығады. Бұрын соңды бұл әдіспен пісіріп көрмеген болсаңыз, видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен барлығын мұқият асықпай түсіндіріп көрсетемін. Маңызды сәттерін өткізіп алмай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамын, граммдарын төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм жылы су құямыз, одан кейін 100 грамм жылы сүт құямыз. Оның үстінен 1 шай қасық ашытқымызды саламыз. Ашытқыларыңыз барынша сапалы, мерзімі өтіп кетпеген болсын. Және де 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қантымызды салып, жақсылап барлығы ерігенше араластырып аламыз. Келесі кезекте бізге 80 грамм ертілген сары май қажет болады. Сары майымызды салып, оны да жақсылап бір араластырып жібереміз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап қойыңыздар. Менде бұл жерде 700 грамм жоғары сұрыпты ұн. Барлығын бірден салмаңыздар, екіге немесе үшке бөліп салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып, ешқандай іртік немесе түйіршік қалмайтындай етіп, нанымызды илеп аламыз. Негізі әр ұнның тығыздығы әртүрлі болып келеді, сондықтан нандарыңыз егер қатты жұмсақ болып жатса, үстінен тағыда 50 грамм ұн қоссаңыздар болады. Мінекей осылай жақсылап бір келкі болғанша араластырып қамырымызды илеп аламыз. Бізде орташа тығыздықтағы қамыр иленіп шығады. Енді осы қамырымыздың бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше шамамен 1,5-2 сағат уақытқа қалдырамыз. Ал біздің қамырымыз көтерілгенше сіздерді бір керемет қазақша каналмен таныстыра кетейін. Үміт Амангелді ханым өзінің каналында керемет бір жасағаннан ақ шығатын ерекше рецептермен бөліседі. Ешкімде жоқ, көп қайталана бермейтін рецептер бар каналында. Каналына міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Осы жоғарыдағы видео дегенді бассаңыздар, каналындағы барлық ерекше видео рецептерін көре аласыздар. Немесе таппай жатсаңыздар, YouTube-қа кіріп поисқа Үміт Амангелді деп осылай теретін болсаңыздар, канал бірден шығады. Міндетті түрде қазақша каналды қолдап, подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Үміт ханымның каналына тікелей өтетін сілтемені мен комментарийде және описание бөлімінде жазып қалдырамын. Міндетті түрде сол сілтеме арқылы кіріп көріп каналын көрсеңіздер болады. Шамамен 1,5-2 сағаттай уақыт өткеннен кейін біздің нанымыздың қамыры көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көтеріліп шығады. Енді осы қамырды қолымызбен 1-2 басып илеп, сопақша формаға келтіріп аламыз. Және де қамырды теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Таразының көмегімен өлшеп бөлсеңіздер де болады, немесе осылай көз мөлшерімен ақ бөліп алуға болады. Енді осы бөлінген әрбір бөлік қамырымызды дәл осылай әдемілеп қолымызбен илеп дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Дөңгелетіп алғаннан кейін қамырымыздың беттерін тағы пищевая пленкамен жауып, тағыда 10 минут уақытқа кішкене көтерілгенше қойып қоямыз. Осылай міндетті түрде қойып қойыңыздар, сонда жақсы көтеріліп шығатын болады. Енді осы уақыт аралығында біздің суымыз міндетті түрде қатты қайнап дайын болып тұру керек. Енді 10 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, әдемі нанның формасын келтіріп аламыз. Дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай нанның ортасын қолымызбен ақырындап басып, әдемі лепешканың формасына келтіреміз. Және де басып алғаннан кейін ортасын шаншқымен тессеңіздер болады, немесе осылай арнайы нанға әдемі кескін беретін осындай құрылғыларыңыз болса, осымен әдемілеп ортасын басып шықсаңыздар болады. Мінекей біздің лепешкамыз дайын. Енді міндетті түрде осы дайындап алған лепешканы біз астына пергамент қағазын төсеп, жаңағы қайнап тұрған мантываркамызге парға 3 минут уақытқа немесе 4 минут уақытқа қойып аламыз. Міндетті түрде қақпағын жауып қайнатамыз. Егер мантываркаңыздың крышкасында тесік болатын болса, оны мата сүлгімен жауып қойғаныңыз дұрыс болады. Сонда қамырдың беті кеуіп қалмай әдемі болып піседі. Мінекей шамамен 3-4 минут уақыт өткеннен кейін нанымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Енді алып формамызға орналастырамыз. Бетіне бір жұмыртқаның сарыуызына кішкене ғана сүт қосып, жақсылап араластырып, осы нанымыздың беттеріне жағып шығамыз.
Осы видео сіздерге қызықты болып жатса немесе ұнап жатса, төменде комментарий бөлімінде өз кері байланыстарыңызды білдіріп, пікірлеріңізді жазып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Нанымыздың ортасына әсемдік үшін осылай седанамен күнжеттен сеуіп қойсаңыздар болады, және де шет-шеттерін осылай өткір пышақтың көмегімен кесіп қойсаңыздар, кескіні өте әдемі болады. Енді алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай нанымыз алтындай болып, әдемі болып пісіп шықты. Қалған нандарымыздың барлығында дәл осы рет бойынша пісіреміз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай нанымыздың сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шыққан. Базардың нандарынан ешқандай кем емес. Ең бастысы үйде ешқандай артық қоспасыз дайындалған. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Каналыма кіріп көріп, подписация батырмасын басып тіркеліңіздер, және де менің каналымда осындай рамазан наны және де қазанның қақпағында пісетін нан, сондай-ақ осындай сүп сүйкімді мини лепешка рецепттері бар.